үшін сол біздің бәйтеректің жанында солай одиночный пикетке шығу ол қазір біздің үшін шығуға болады, өз пікірімді айтуға болады. Енді қазір өз елінде өз аузымды ашуға мүмкіндік бар, оған жеттік. Қазақстан халқына, Қазақстан мемлекетінде еш керексіз 55 заводтың Қытайға қайтарылуы туралы белсенді азаматтарымыз жиналды. Ішінде Асқар дейтін азаматымыз қазір осыны көтеріп айтуда. Шындығында біздің ұлан-ғайыр кең даламызға, 18 миллион халқымызға 55 заводтың ешқандай керегі жоқ. Бізге мемлекетіміздің ішкі экономикасына пайдасыз заводтың, экологияны білдіретін заводтың Қытайдан келуінің ешқандай керегі жоқ. Сол туралы бүкіл азаматтар азаматтық пікірін бәйтерек парламентінің алдына жиналып келіп тұр. Құрметті қалай, бері қарай бір құлақ салыңыздар. Мынау Қытайдың 55 заводы біздің осы қыркүйек айының 11-12-сінде Тоқаев мырза Қытайға сапарлап барады. Оның мақсаты осы 55 заводты кіргізу Қазақстанға. Мінекей қараңыздар, бүкіл Қазақстанды алып жатыр, тарыдай шашылып. Бұл деген сөз 55 заводтың артында 55 қала болады Қытайдың. Ол 55 миллион Қытай деген сөз. Бұл қазақты жою. Сондықтан бұған тоқтау жасау керек, бұны тоқтату керек. Егер қазақ ұлт болып қалғың келсе, енді арман қарай ұрпағыңды қазақтың салт дәстүрімен тәрбиелегің келсе, онда мынау Қытайдың заводтарын тоқтату керек. Бұл Қытайдың халқы ертең кіргеннен кейін әрбір жерден, әрбір облыстан ертең олар автономия сұрайтын болады. Қазір Монғолияда автономия алды олар. Қытай кіріп алды да. 3 миллионға жақын Монғол халқы болса, 3 миллионға жақын Қытай кіріп алды жерге. Енді осындай мақсат, мынау бізге атом бомбасынан да ауыр қасірет. Өйткені Қытай кіргеннен кейін оны шығара алмаймыз. Енді бізге айтады, кейбіреулер айтады, бір ай күтейік, бір жыл күтейік, жарты жыл күтейік. Біз бір күн күте алмаймыз. Біз осы Тоқаев 11-12 күні Қытайға бармауын талап етеміз. Тіпті осы заводтардың кері кетілуін, Қытайға кетуін талап етеміз. Өйткені бұл қазақ үшін ақыр заман қалайық. Ойланыңыздар. Қазір біз кемедегінің жаны бір. Мына жерде тұрған жігіттер жерде, мына қыдырып жүрген адамдарда, анау ауылдағы қойшыларда барлығының тағдыры бір. Өйткені Қытай келсе, ешкімді аямайды. Ол ертең қазірдің өзінде аз ұлттарды түрмеге қамап, жасанды айыптар тағып, олардың барлығын санасына үлкен соққы жасап, оның ішінде көптеген адамдарды кәдімгідей қасапқа салып жатыр. Мүше ішкі органдармен сауда жасап жатыр. Ол бизнес. Ертең қазақтың жеріне келсе, қазақтарға да осы жасалады ағайын. Егер бүгін оянбасаңдар, 11-12 қыркүйек Тоқаев біздің Қытайға сапарлап барады. Есік ашық, Қытайға айту барадыр ол. Келіңдер, заводтарыңды сала беріңдер. Еш алаңдамаңдар, қазақтар ұйықтап жатыр деп барады ол. Бұған қарсы шықпасақ, ертең ұрпақтарыңыз Қытайға айналады. 55 заводта бастықтар Қытай болады. Ал қазақтың жігіттері қап-қара болып сол жерде жалшы, малай, құл болады. Басқа жол жоқ. Қазірдің өзінде шетелдіктер отыр бүкіл жерде. Шетелдіктер бүкіл заводтарды басқарып отыр. Құл болып жүрген қазақ ол жерде. Олардың еңбек ақысы 3-4 есеге төмен. Бұл болмау керек олай. Бұл біз өз жерімізде өзіміз құл болып жатырмыз деген сөз. Ағайын,
Сондықтан бұл Қытай заводтарын, бұл осы Қытай заводтарына деген дайындық ол. Біздің санамыз үйреніп қалды. Сондай аз жалақыға, сондай бейшара күй кешіп, өз жерімізде қайыршы болып өмір сүруге. Енді оны тоқтау салдырып, бүгін біз бас көтермесек, онда біз құраймыз. Тоқаев мырза, менің екінші талабым саған арналады. Сен жасанды президентсің. Сен бір адамның ықпалымен ғана президент болдың. Халық сені сайлаған жоқ. Сондықтан сен президенттігінен бас тарт. Сен Қытайға деген сапарыңнан бас тарт. Сен қазаққа деген жауыздығыңнан бас тарт. Дұрыс, қолдаймыз. Сонда ғана сен мүмкін кешірілесің. Менің мынау 55 завод, бұл бізге кезінде Назарбаевтың сүйіншілеп хабарлаған 55 завод ағай, қараңдар. Міне 55 завод. Бұл қазаққа ақыр заман. Бұл ақыр заман. Сондықтан бұны тоқтату керек. Дұрыс. Қолдаймыз. Ендігі бір айтатыным, 55 заводқа қарсы бізде құрылтай өтеді. 30 тамызда ағайын. 30 тамыз күні. Бұны Сырым деген жігіт хабарлады. Сырым Абдрахманов. Бірақ ол кейбір оған сенеді, кейбір оған сенбейді. Әркімнің өз ойы. Бірақ қазір бізде таңдау жоқ ағай. 11-ші қыркүйекке дейін біз 2 рет құрылтай жасап, 2 рет жиналуымыз керек. Бірінші 30 тамызда біз талап қоямыз үкіметке. Екінші 8-ші қыркүйекте біз нәтижесін сұраймыз. Осылай жиналмасаңдар, құрайсыңдар ағайын. Қазағым, басқа ұлттар өз елдеріне кетеді ертең. Орысы өз еліне кетеді, басқасы өз еліне кетеді. Қазақтың байлары да кетеді қарап жан-жаққа. Қазақтың сорлы қарапайым халқы қиналады. Ол ертең құрайды. Біз ұлт ретінде жойыламыз ағайын. Осыны ойлаңыздар. 30 тамыз күні құрылтайға жиналайық ағайын. Дұрыс, қолдаймыз. Оян қаза. Назарбаев мырза, сен ең залым адамсың. Сен қазақсың ба? Әлде сен қалмақсың ба? Тірі өлі ме? Айтшы сен маған. Сен қазақ болсаң да, қалмақ болсаң да, қазақ кешірмейтін қылмыс жасадың. Сен оның бетін қайтарып, сен оның тоқтатылуына күш салмасаң, саған 7 атаң 7 ұрпағыңа дейін қарғыс. Ол қалады халықтан. Есіңде болсын. Сен соның бетін қайтарғың келсе, мынау 55 заводты тоқтат. Мынау бізге атом бомбасынан да ауыр алапат ағайын. Бұны тоқтату керек. Жайылып жатыр бүкіл Қазақстан картасымен. Бүкіл облыстарды алып тұр мынау. Қараңыздар мінекей. Бүкіл облыста жатыр. Мынаның бәрі заводтар мінекей. Бұл жайласа, онда біз құраймыз. 55 миллион Қытай тоқтамайды. Бұл 55 заводтың артында мыңдаған заводы басқасы келеді ағайын. Болды, сонымен біз құраймыз. Сондықтан бұған тоқтау 30 тамыз құрылтайға жиналайық ағайын. Қолдаймыз. Құрылтайға жиналамыз. Талап қоямыз. Қытайшылдарға жол жоқ. Қазақтың киелі құрылтайында Қытайдың 55 заводын қайтарамыз. Бір заводына кіргізбейміз. Бізді қазір 30 тамызда қосанып шақырса да келу керек ағайын. Өйткені бұл жерде бізде амал жоқ. Жиналу керек. Құрылтай ол халық. Мәселе кім шақырғанда емес. Мәселе халықтың сол жерге келіп, өз талабын айтып, өзінің шешімін айтып, сонда табанды түрде тұру керек. Дұрыс. 1-2 сағатқа ешкім ет асып отырған жоқ. 1-2 сағатқа келіп, бәрін сынап, мінеп, кетіп қалмаңыздар. 30 тамыз күні келіп, талаптарыңызды қойыңыздар. Және оның орындалуын бір нәтижеге жетуге табандап тұрыңыздар. Сонда ғана нәтиже болады. Және 8 тамызда біз тағы да жиналуымыз керек. Өйткені
нәтижесін білуіміз керек ағайын. Дұрыс. Менің айтарым осы. Қолдаймыз, қолдаймыз. Қолдаймыз. Құрылтайға жиналамыз. 30 тамыз құрылтай. Билік отставка. Билікке отставка. 30 қыркүйек 30 сентября будет құрылтай. Халық сайламаған президент кетсін. Оның жаңа жасаған келісім шартта күші жоқ. Себебі Ол қазақ халқына өкілдік етпейді, сайламаған президент. Назарбаевты халық сайлаған жоқ, күшпен отырды. Нелегитимный президент.